Кеше Қаскелен қаласында орналасқан Сәукеле ықшам ауданында барлық төтенше жағдай мен азаматтық қорғаныс топтарының өкілдері көктемгі су тасқынына төтеп беруге қолданатын техникаларын көрсетті. Алаңға сап түзеген адамдар мен көліктердің баршасы төтенше жағдайда қалған азаматтарды құтқарып, тасқынға тосқауыл болуға арналған. Аталмыш шараға аудан әкімінің орынбасары Алмасбек Ашынбай арнайы қатысып, аудандық азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі қызметтердің дайындығымен танысты. Шарада Алмасбек Рзабекұлы, аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, азаматтық қорғау полковнигі Самат Кенжеханмен бірге шұғыл әрекет ету жасақтарының саптық дайындығынан бөлек жедел апаттық құтқару қызметтерінің арнайы техникаларын тексерді. Көктем 2020 атты команда штабтық оқу жаттығулар жүргізілуде. Республика бойынша соған орай Қарасай ауданы Қаскелен қаласындағы орналасқан елді мекендегі ауылдық округтері және қызметтердің жедел құтқару жасақтары топтары жиналып, саптық тексеріс өткізілді. Сондай-ақ бұл шарада топтардың жабдықтарының жарамдылығы мен артықшылықтары пысықталып, команда және құрамалар мүшелерінің функционалдық міндеттерін білетіндігіне де баса назар аударылды. Сюжетті дайындағандар Ақтоты Мырзабекқызы, Артур Қасымов.